Үшінші мысал, y тең болады x квадрат минус 9x. Бұл бізде квадраттық функция. Квадраттық функцияның мәндер жиынын табуымыз керек. Енді қараңыздар, квадраттық функцияның мәндер жиынын табу үшін осы функция бізде парабола болады, графигі. Параболаның төбесін табамын. Параболаның төбесі 2-ден 9 немесе 4,5. Бірінші x-і. Енді y-ін табамын. 4-ден 81 азайту 2-ден 81, ортақ бөлімге келтіремін 2, минус 4-ден 81. Сонда